Сәлеметсіңдер ме 7 сынып оқушылары? 31-де 15 есептен бастап жалғастырып түсіндіретін боламын. Оқушылар, мұнда бізде 31-де 15, 31-де 16 есептің тапсырмасы көбейткіштерге жіктеңдер. X куб минус 100x, мұнда екеуінде де x бар екен. Кішкентайын ортақ көбейткіш етіп жақшаның алдына шығарамыз. Сонда x-ті жақшаның алдына шығаратын болсақ, бізде жақшаның ішінде қалады x квадрат минус 100. Мұндағы x квадрат минус 100-ді былай алсақ болады. А квадрат минус b квадрат, сонда a минус b, a плюс b болып көбейткішке жіктеледі. Сонда x минус 10, x плюс 10 болады. Енді мұнда бізде екеуінде де 2y бар. Жақшаның алдына шығарамыз. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады y квадрат минус 16. 2y-дің өзін жазамыз. Мұндағы y квадрат минус 16-ны былай алсақ болады. y квадрат минус 4-дің квадраты деп алсақ болады. Сонда y минус 4, y плюс 4 болады. Енді мұнда бізде екеуінде де y-дің 4 дәрежесі бар екен. Жақшаның алдына шығарамыз. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады 0,116 y квадрат минус 1. Енді былай алсақ болады. Y-дің 4 дәрежесі, мұнда бізде a квадрат, сонда ол бізде 0,14 y-дің квадраты минус 1 және 0,14 y плюс 1 деп аламыз. Енді келесі, мұнда бізде 3-тен 2 бар екен. 3-тен 2-ні шығарамыз. 27-тен 8-дің ішінде де 3-тен 2 бар. Енді мұнда бізде x-дің 5 дәрежесі, мұнда бізде 3 дәрежесі. Кішкентайын шығарамыз. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады x квадрат минус. Мұнда бізде 27 шығу үшін 3-ке 9-ды көбейтеміз. Сонда 9. Ал мұнда мінеке бізде 8 шығу үшін 2-ге 4-ті көбейтеміз. Енді былай аламыз. X куб x минус, мұндағы 9-дан 4, ол бізде 3-тен 2-ның квадраты. Ал келесі жақшаға x плюс 3-тен 2 деп аламыз. Енді 16-дан 9, 9-дан 16, мұнда бізде 4 дәреже, мұнда 2 дәреже. 2 дәрежені шығарамыз. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады 16-дан 9 x квадрат азайтылған 9-дан 16. Енді x квадраттың өзін жазамыз. 16 бізде 4-дің квадраты, ал 9 3-дің квадраты. Минус 3-тен 4. Келесі жақшаға қосамыз. 4-тен 3x қосылған 3-тен 4. Енді мұнда бізде 3, y-дің 5 дәрежесі, y-дің 5 дәрежесі шығады. 3 y-дің 5 дәрежесін шығарайық. Сонда мынау шығып кетсе 1 жазылады. Минус мұндағы 3 мұнда көбейтіледі. Сонда 25-тен 1 болады. 25-тен 1. Мұнда бізде 5-еу шығып кетті. Y квадрат қалады. Енді мұндағы 1 бізде 1-дің квадраты минус 5-тен 1 y деп аламыз. Келесі жақшаға мұна a минус b, келесі жақшаға a плюс b жазылады. 5-тен 1 y. X-дің 4 дәрежесі минус 0,149 y квадрат, a квадрат минус b квадрат деген формула бойынша көбейткішке жіктейміз. Сонда x-дің 4 дәрежесі ол бізде x квадраттың квадраты. a минус b, a плюс b болып көбейткішке жіктеледі. Сонда минус
0,149 ол бізде 0,7-нің квадраты y деп аламыз. Мінекей a минус b болды. Енді келесі жақшаға a плюс b деп жазамыз. Минус 0,10. a мінекей x квадратқа тең, ал b бізде 0,17 y-ге тең. Енді былай алсақ болады. T-ның 6 дәрежесі азайтылған 0,164, z-ның 4 дәрежесі. Сонда t куб минус 0,18 z-ның квадраты, ал келесі жақшаға t куб қосылған 0,18 z-ның квадраты. Енді мұнда бізде 0,181, 0,9-ның квадраты, a-ның 4 дәрежесі минус b болады. Мінекей a минус b болды. Енді келесі жақшаға a плюс b деп аламыз. Енді мұндағы 400 бізде 20-ның квадраты, 361, 19-ның квадраты. m квадрат ол бізде m-ның квадраты минус n-ның 5 дәрежесі болады. Мінекей a минус b болды. Енді келесі жақшаға a плюс b. 20-дан 19, m минус n-ның 5 дәрежесі. Енді келесі s-ның 3 дәрежесі минус 18-ден 17 болады. d квадрат. Келесі жақшаға s куб плюс 18-ден 17 d квадрат болады. Енді 5,176, 2,14-ның квадраты, x-дің 12 дәрежесі ол бізде x6-ның квадраты, минус 81-ден 4-ті, оны біз 9-дан 2-ның квадраты деп аламыз. 9-дан 2 y-дің 4 дәрежесі деп аламыз. Мінекей a минус b болды. Енді келесі жақшаға a плюс b деп аламыз. 2,14 x-дің 6 дәрежесі плюс 9-дан 2 y-дің 4 дәрежесі. Келесі 31-де 17-ші есеп көпмүшені көбейтінді түрінде жазыңдар. m квадрат минус n квадрат, a квадрат минус b квадрат деген формула бойынша көбейткішке жүктейміз. Ол тең болады a минус b, a плюс b-ға. Сонда m азайтылған n, m қосылған n деп аламыз. Енді мұндағы өрнекті сөйге жазсақ болады, немесе былай алайықшы. Минус таңбасын жақшаның алдына шығарам, сонда m минус n болады. Енді мұнда бізде m минус n, мұнда бізде m минус n, екеуін бір жақшаға аламыз. Келесі жақшаға қалған жазылады. Мінекей m қосылған n, мұнда бізде алдында бір бар деген сөз. Азайтылған b деп аламыз. Мінекей осылай көбейтінді түрінде жазамыз. Енді мұндағы 9x квадратты, 9x квадрат минус 4y квадрат болып тұр. a квадрат минус b квадрат, ол жаңа айтым, a минус b, a плюс b болып көбейткіші жүктеледі. Сонда 3x минус 2y, 3x қосылған 2y деп аламыз. Минус мұндағыны жақша аламыз. Минус таңбасын жақшаның алдына шығаратын болса, сонда 3x минус 2y болады. Енді мұнда бізде мінекей мына екеуі бірдей болып тұр ғой. Бір жақшаға аламыз. Қалғандарын бір жақшаға аламыз. Сонда 3x қосылған 2y, мұнда бізде алдында бір бар деген сөз. Сонда минус 1 болады. Мінекей осылай жазамыз. Енді мұнда бізде x куб қосылған 3x квадрат, екеуінде де x квадрат бар. X квадратты жақшаның алдына шығарамыз. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады x қосылған 3. Ал мұнда бізде екеуінде 4 бар екен. Минус 4-ті шығарайық. Сонда жақшаның ішінде қалады x қосылған 3.
Енді мұндағы мінекей x қосылған 3 пен x қосылған 3-ті бір жақшаға аламыз. Келесі жақшаға x квадрат минус 4 жазамыз. Енді былай алсақ болады. X қосылған 3. Мұнда бізде x квадрат минус 2-ның квадраты, а квадрат минус b квадрат, а минус b, а плюс b деп аламыз. X минус 2, x плюс 2. Енді мұнда бізде 81 бізде 9-ның квадраты, сонда 9-ның квадраты минус мінекей 3 минус 8y-ның квадраты, сонда а квадрат минус b квадрат, сонда 9 азайтылған 3 қосылған 8y болады. Мұнда бізде минус таңбасы бар ғой, 2 минус плюс болып кетеді. Келесі жақшаға 9 қосылған 3 минус 8y болады. Енді былай алсақ болады. Мұнда бізде 6 қосылған 8y. Келесі жақшаға мұнда бізде 12 минус 8y болады. X қосылған 5-ның квадраты минус 4-ның квадраты деп алсақ болады. Сонда бізде x қосылған 5-ті a деп аламыз, ал 4-ті b деп аламыз. Сонда x қосылған 5 мінекей a болды, минус b. Келесі жақшаға x қосылған 5 қосылған b. Мұнда бізде x плюс 1 болады. Келесі жақшаға x қосылған 9 деп аламыз. Енді 36 бізде 6-ның квадраты, 6 минус, мұнда оқушылар y қосылған 1, бұл бізде b деп есептенеді. Сонда минус y минус 1 деп аламыз. Мұнда бізде минус таңбасы бар ғой. Мына өрнектің таңбасы өзгереді. Келесі жақшаға 6 қосылған y плюс 1 деп аламыз. Сонда тең болады. Мұнда 6 минус 1 5 болады. 5 азайтылған y болады. Ал келесі жақшаға 7 қосылған y деп аламыз. Енді мұнда бізде мына өрнек толығымен a болып есептелінеді. Сонда 3x минус 7, a минус b, a плюс b деп аламыз ғой. b бізде 5 болып есептелінеді. 25-ті 5-дің квадраты деп аламыз. Сонда минус 5. Келесі жақшаға 3x минус 7 плюс 5 болады. Енді 3x минус 12. Келесі жақшаға 3x минус 2 деп аламыз. Енді мына бізде толығымен a болып есептенеді. 4 минус 5x бұл бізде a, минус b. b дегеніміз бізде 8, 64 дегеніміз 8-дің квадраты ғой. Ал келесі жақшаға 4 минус 5x қосылған 8. Сонда мұнда бізде 4 минус 8 минус 4 болады. Мұнда бізде минус 5x болады. Сонда минус 5x минус 4. Ал мұнда мына 2 қосылады ғой, сонда минус 5x плюс 12 болады.